Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Майра Сатбекқызы. Бүгінгі видеода осындай өте нәзік, жұмсақ әрі дәмді болып шығатын тортқа керекті біздің бисквитімізді жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар, себебі біздің бисквит сумен жасалатын болады. Ең алдымен бізге керекті заттар жұмыртқа, крахмал, разрыхлитель ванилин, су, қант және де ұн қажет болады. Ең алдымен таза табағымыздың ішіне жұмыртқамызды салып аламыз. Оның үстіне суымызды құямыз. Және де миксердің жай жылдамдығынан кішкене аз-аздан қантымызды сала отырып миксерлейтін боламыз. Қанттың барлығын бірден салуға болмайды. Міндетті түрде 2-3-ке бөліп салыңыздар. Бізде массамыз әппақ көбік болғанша миксерлейтін боламыз. Енді ұнымыздың үстіне крахмалды және разрыхлитель ванилин салып араластырып, және ұнелегіштің көмегімен аз-аздан сала отырып, лопатканың көмегімен астыдан үстіге қаратай өстіп видеодағыдай араластыратын боламыз. Міндетті түрде астыдан үстіге қаратай тек қана бір бағытқа араластырыңыздар, оңды солды араластыруға болмайды, біздің массамыз түсіп кететін болады. Енді бисквитімізді осындай кальцияда пісіретін боламыз. Кальциямыздың астына міндетті түрде фольганы орайтын боламыз. Өйткені бізде бисквит жан-жағына ағып кетпес үшін өстіп фольганы төсеп шығатын боламыз. Енді тестамызды осы кальцияның ішіне салып, міндетті түрде қызып тұрған пеште пісіретін боламыз. Мінекей бізде бисквит пісіп шықты, өте керемет болып көтерілді. Мен астыңғы жағынан өстіп фолькасын ажыратып, және де решеткада суытатын боламыз. Мінекей бізде суы өте жұмсақ осындай болып шықты. Пищевой пленкаға орап, міндетті түрде 2 сағатқа холодильникке қойып алыңыздар. Содан кейін барып қана осылай кессеңіздер болады. Мен бұл бисквитті 3 бөлікке бөлдім. Өз қалауларынша бөлетін боласыздар, 4 бөлікке де бөлуге болады. Неке сондай керемет жұмсақ болып шықты, және де біздің тортымызды құрастырсақ та өте әдемі болады. Және де міндетті түрде сумен пропитка жасаңыздар, болмаса сүтпен жасауға да болады. Енді тортымызды жасай беруге болады, осындай өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздермен бірге Келин Майра Құлан.